Қоғамда діни білімге деген сұраныс күн сайын артып келеді. Бұл қуанышты жағдай. Алайда сол сұранысты пайдаланып, өзін ұстаз, шейх, имам деп таныстыратын ешқандай ресми білімі жоқ адамдар пайда болды. Олар заңсыз түрде діни курстар өткізіп, өз теріс түсініктерін дін ретінде насихаттап жүр. Мұндай жалған курстардың салдары өте ауыр болуы мүмкін. Біріншіден, жалған діни курстар діни сауатты арттырмайды, керісінше адамды адастырады. Себебі ол курстарда берілетін білім жүйесіз, үстірт, көбінесе бір жақты пікірлерге толы болады. Оқытушының шын мәнінде діни білімі бар ма, қайда, кімнен оқығаны белгісіз. Мұндай шариғатты толық білмейтін адамдардың пікірін ақиқат деп қабылдаған тыңдаушылар өзге бағыттарға тез кетіп қалады. Екіншіден, мұндай курстар отбасы ішіндегі берекені бұзады. Жалған ұстаздар жастарға ата-анасын тыңдамауда, дәстүр мен мәдениетті жоққа шығаруды үйретіп, оларды қоғамнан бөлектеп тастайды. Соның салдарынан көптеген отбасыларда жанжал шығып, бала мен ата-ана арасында түсініспеушілік туындайды. Үшіншіден, жалған діни курстар діни радикализм мен жат ағымдардың негізгі қайнары. Олар дәстүрлі емес көзқарасты ұстанып, мемлекеттің зайырлы қағидаттарына қарсы идеологияны таратады. Мұндай көзқарас жастарды қоғамнан оқшаулап, ел бірлігіне қауіп төндіреді. Төртіншіден, заңсыз діни курстар Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы әрекет. Қазақстанда діни білім беру тек тиісті лицензиясы бар мекемелерде ғана жүргізілуі тиіс. Бұл мемлекеттің қауіпсіздігін, қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз ететін талап. Есіңізде болсын, шынайы діни білім тек ресми, мақұлданған оқу орындарында беріледі. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұсынған курстар мен медресе колледждер сенімді әрі дәстүрлі дұрыс бағыт. Сенімді ақпаратты тек ресми дерек көздерден алыңыз. Жалған діни курстардың арбауына түсіп қалмаңыз.